Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, өнерсүйер қауым. Біздің қазақша караоке бағдарламасының тікелей эфиріне хош келдіңіздер. Біздің алғашқы қазақша караоке бағдарламасының алғашқы тікелей эфирінің қонағы 5 аспап, 8 қырлы бір сырлы, қазақ кино өнерінде өзіндік үлес қосып жүрген актриса Құнықбаева Динара Мұхтарқызы. Қош келдіңіз. Кеш жарық, құрметті көрермендер, бізбен бірге караокеға айтуға шақырамын. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің қазақша караокесін әрбір дүйсенбі күні кешкі сағат 9-да көре аласыздар. Бізге комментарий жазып, подписка жасап, біздің Я караоке және Султанова Салтанат KZ каналына жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ал құрметті Динара ханым, енді караокені бастамас бұрын әнімізді өзіңізге бір сауал қойып жіберейін. Жалпы осы ән өнеріне қалай келдіңіз? Өнерге қалай келдіңіз жалпы? Кино өнеріне, ән өнеріне, және де осы ән айтуды қашаннан бері қолға алдыңыз жалпы? Кішкентай кезіңізде әнші болу арманыңызда болды ма? Иә, әу демейтін қазақ жоқ қой. Мен кішкентай кезімде өзім әнге өте жақын болдым. Мынау мектептерде өнерпаздар үйінде бірінші тұрып өлең айтатын болатынмын. Одан кейін бері келе үлкен сахналарда жүрдік. Көркемөнерпаздар деп айтылатын бұрын, сондайлардан қалмайтынбыз. Жалпы енді әнші болам деп армандадыңыз ғой негізі, бірақ музыкалық білім алдыңыз, Қаскелең қаласында музыкалық неде оқыған екенсіз. Ал енді құрметті көрермендер, әдемі осы әңгімеміздің басын енді әдемі әнмен жалғастырамыз. Жаңа біз өзіміз эфирдің алдында 5-6 әнді үлгергенімізше таңдап алдық. Оңай деген әннен қазір бастайық. Өзіміздің қазақтың әндерінен құралған, 3 әннен құралған попуриді қазір біздің Динара ханым бастап айтып береді. Қабылаңыздар, попури, Динара ханым өзіңізде ән. Түні жамылып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жұлдыздар, үнсіз жымыңдасқан. Бара жатыр зымырап, байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бара жатыр зымырап, байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Өзіңмен арыстан, бойымда таныстан. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жат еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде? Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым.
мақтанып айтуға келеді қияқтанып жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлы кешікпей келем деме мен тұрмын елеңдеумен жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлы кешікпей келем деме мен тұрмын елеңдеумен. Көп рахмет Динара ханым. Ал құрметті біздің көрермендер, тыңдармандарымыз, егер дыбыс барлық музыка жақсы естіліп тұрса, бізге кішкене плюс қойып жіберсеңіздер болады. Егер бәрі жақсы болып жатса, бізге плюс қойып, немесе лайк қойып, немесе саусақтарыңызды жоғары көрсетсеңіздер болады. Ал енді Динара ханым, жалпы сізге қай әншілер ұнайды, қай әндерді көбірек айтасыз? Жалпы ойын тойларда, құрдастардың арасында қандай әнді жалпы айтқанды жақсы көресіз? Біз енді кішкентай кезімізден апаларымыз, аға буын, Роза апайларымыз, Бибігүл апайларымыз, жаңағы Мақпал, Роза кейін келе көп, Айгүл бар, Мадина бар, Мөлдір бар, Димашымыз бар. Енді керемет бізде талантты жастар да жетеді біздерде. Сонда енді қатты ұнатамыз жаңағындай той томалаққа барғанда айтылатын өлеңдерге билеп жаңағы мероприятияларға дейді ғой енді қазақша айтқанда қатысып жүрген неде бірге өлең айтып солармен қосылып әудейтініміз бар енді. Әудемейтін қазақ жоқ дейсіз ғой, иә. Енді құрметті көрермендер, келесі тағы осы әдемі әнімізді, әңгімемізді тағы бір әнмен әрлейік. Келесі ән қабылдаңыздар. Әпкемнің жолдасы Жездеме арнайым өлеңді. Жүресің қалаға, жүгіресің далаға. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Уақыттың жоқ анаға, уақыттың жоқ балаға, риза қылып бөтенді ойламайсың апаңда. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Жүгіресің қалаға, жүгіресің далаға. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Жүрегіңді шерлеп, сөзге құлақ салмайсың, тойдан бірақ алмайсың. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке.
жоқ балаға риза қылып өткенде ойламайсың апамды. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жеңсеге. 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 Шаршамайсың жеңсеге. Ой, көп рахмет Динара ханым, құрметті көрермендер. Егер бәрі ұнап жатса, өздеріңіздің ойларыңызды қалдырыңыздар бізге. Мына жерде бізде Фараби Султанов дейді, бәрі Динара ханым сізге сәттілік тілейміз дейді, керемет деп жазып жатыр екен. Жанара Құныпияева, Динара өте керемет деп жазыпты. Рахмет. Бәрі бізде естіліп тұр дейді. Көп рахмет, біздің көрермендеріміз, әнімізді тағы жалғастырамыз. Жалпы енді тағы да не айтуға болады? Өзіңіздің осы өнер жайында, кино саласында бір ауыз сөз айтсаңыз, қандай рөлдерді сомдадыңыз? Мен енді шындығына келгенде өте ыңғайсыз екен, енді мақтанғанды өзім ұнатпаймын. Шама шарқысы келгенше жаңағы мұғалімнің рөлін, ананың рөлін, көршінің рөлін деген сияқты эпизодтарда біреуден алда, біреуден артта дегендей кішігірім. Сода массовкада жүріп жатырмыз. Бізде осы караокеда қолдана отырып, бір шетінен админ қыздарға, достар, сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Халмира ханымға, Айгүлге, өзіміздің Айсұлуға, Саулешка, Маяға, тағы да көп қыздар үлкен жұмыс атқарады. Жұмыстары оңай емес. Жаңа соғыларға көмектесіп жүрген жас қыздар бар. Сол кісілерге үлкен алғысымды білдірем. Кино түсіру өте оңай емес. Маған қатты ұнайтын Ақан Сатаевтың фильмдерінің ішінде Томирис, Қазақ хандығы айтып жатса көп енді. Керемет туындылар бар. Тағы да жаңадан кино түсіріп, өздерін шыңдап жүрген жас буындар бар. Соған көп алғысымды білдірем, және де творчестволық табыс тілеймін. Көп рахмет, Динара ханым. Жанара Құныпияева жазып отыр, сіздің қызыңыз ғой дейме? Көп плюс қойыпты мына жерде. Көп рахмет. Әпкем болады. Жанар әпке, сізге көп рахмет. Енді тағы да осы әдемі әнімізді әдемі әнмен жалғастырамыз. Келесі әдемі ән Роза Рымбаеваның орындауындағы Куә бол әнінің минусовкасына жазылған жақсы караоке. Оны назарларыңызға ұсынамыз. Қабылдаңыздар. Арманның қоңыр жеді, куә бол Алатау бақытыма, куә бол көктерек көлеңкелі, куә бол жұлдыз, куә бол айым, куә бол Алатауым, куә бол жұлдыз, куә бол айым, куә бол Алатауым. Көп іздеп мен бүгін оны таптым, басадым бір әннің махаббатын, аққайың аялап арманымды, куә боп көк өзен күліп жатты,
куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Осы ән осы көріп отырған баршаңызға арналады. Жалпы жастарға махаббаттарыңыз берік болсын. Куә бол жұлдыздар жымыңдасқан, куә бол аппақ ай ашық аспан. Алдың ба жүрегім енді қайта, мыңа кезінде есік ашқан. Куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Көп рахмет. Керемет әне. Роза Рымбаеваның орындауындағы барлық әндердің барлық шетінен керемет енді. Айтары жоқ, ол кісіге үлкен ризамыз. Сол Роза Рымбаеваның барлық әндерімен өстік қой. Осы уақытқа шейін келе жатырмыз. Ал енді көрермендеріміз не дейді екен? Творчестволық табыс тілейміз дейді. Фараби жазыпты. Фараби Сұлтанов деген біздің көрерменіміз. Рахмет. Алға дейді. Алға деп қойыпты Тоғжан Сұлтанова. Сіңіліңіз жазыпты. Ал құрметті көрермендер, біздің осы Я Караокер бағдарламасынан көріп отырғандарыңыздай каналынан, YouTube каналының Я Караокер каналына тіркеліп қойсаңыздар болады. Және де менің жеке каналым бар, YouTube каналы Сұлтанова Салтанат KZ деген. Ол жерде де осындай караокелерді, қазақша караокелерді тауып, өздеріңіз үйде дайындалып, бізге осы тікелей эфирге бағдарламаға келуге болады. Ал Динара ханым, өзіңіздің осы біздің бағдарламамызға, жалпы мінекей біз алдағы уақытта жастар каналы ашылайын деп жатыр. Жастарға арналған, ішінде өте танымдық, тәрбиелік мағынасы бар бағдарламалар болады. Осы караокенді осы жастар бағдарламасында каналында ашқымыз келеді. Осы тікелей эфир бола ма, запись бола ма деп отырмыз. Енді осы біздің каналға бір тілегіңіз айтып жүрсеңіз жастар каналына. Иә, енді мен айтатын болсам, қазір жастар өте тәрбиелі, көздері ашық. Сондықтан мына Салтанаттың ашқан жастар каналы ұзағынан болсын. Алдыңғы шепте болып, жастарға жақсы бағыттағы тәрбиелік мәні бар, қазақша жақсы канал ашқандарыңызға тілектеспін, ұзағынан болсын. Көп рахмет, әмин айтқаныңыз келсін. Ал құрметті көрермендер, ұнап жатса, өздеріңіздің тілектеріңізді, алдағы уақытта қандай әндерді естігілеріңіз келеді, осында қатысқыларыңыз келе ме, сол жайында өздеріңіз комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Айнұр Ахмедова дейді, плюс қойыпты. Айнұр, сізге көп рахмет. Рахмет. Айдана Жанабаева классно поет деп сізді мақтап қойыпты. Сіздің танысыңыз болу керек. Рахмет. Айдана, сізге көп рахмет. Алдағы уақытта жақсы әндер болады деп ойлаймыз. Динара ханым, бізге жиі кеп тұрыңыз. Достарыңызды шақырыңыз, бір-бірлеріңізді шақырып, біздің және де әрбір сәрсенбі күні, каждую среду бізде Артем деген біздің жақсы бір диджей, өзі музыкант, әнші жігітіміз бар. Осы каналдың иесі әрбір сәрсенбі күні орысша караоке болады. Сол орысша караоке сағат 9-да басталады, оны көрсеңіздер болады. И каждый понедельник, әр понедельникте біздің қазақша караоке басталады. 2 күн. Если тағы да бізге керек десеңіздер, четверг, бейсенбі, жұма күндерді қоюға болады. Егер сіздердің тілектеріңіз болса, көргілеріңіз келсе, біз жиі шығып тұрамыз.
ал егер өздеріңіз қатысқыларыңыз келсе, онда жазып кетіңіздер, біздің жеке личкамызға жазсаңыздар болады. Ал енді біздің тағы да Айнұр Ахметова молодец деп қойыпты. Көп рахмет. Рахмет үлкен. Айнұрға бір тілегіңізді айтып жіберіңіз, кім еді ол? Айналайын Айнұрым, мен сені қатты жақсы көрем жаным. Бұл әпкемнің қызы болады. Жаңағы айтқан өлеңім Жездикеме арналады. Өзім жақсы көрем. Жанар деген әпкемнің қызы болады. Всегда осы өнеріме қиын неғып отырады. Тілеуші болып, тілекті болып отырады. Өте жақсы. Айнұр, Айдана, сіздерге көп рахмет. Ал енді көп созбайық әңгімемізді. Тағы да бір әнге кезек берейік. Музыка Гүлсезім, по-моему, да? Гүлсезім әдемі махаббатқа толы сырлы ән өздеріңіздің құрметтеріңізге. Кездестім өзіңменен, кезім бұл жайына, қайғымың сезілмеген, тұңғиық көзіңдегі бөлендім шапағатқа, бұл нәзік сезім беді, бұл әлде махаббат па, бұл нәзік сезім беді, бұл әлде махаббат па. Көңілдің алып ұшқан шаттығын жасыра алмай, жандардай сағынысқан жалындап басыла алмай, келеді құшақтаған, келеді еркеледің, ешкімге ұқсатпадың, не келгені көрмедің, ешкімге ұқсатпадың, не деген көркемедің. Елжіреген тым ұзақ жаутаңдадың, жанымның мөлдіреген сырларын айта алмадың, тұңғиық көзіңдегі бөлендім шапағатқа, бұл нәзік сезім бедің, бұл әлде махаббат па, нәзік сезім бедің, бұл әлде махаббат па, тұңғиық көзіңдегі бөлендім шапағатқа, бұл нәзік сезім бедің, бұл әлде махаббат па, бұл нәзік сезім бедің, бұл әлде махаббат па. Басымызды иіп қойып, құрметті көрермендерімізге, тыңдап отырған тыңдаушыларымызға қалай сіздерге әніміз ұнап жатыр ма? Сіздерден әлі ештеңе қойылмапты. Молодец дейді Айнұр Ахметова тағы да. Көп рахмет Айнұр, сізге алғысымыз шексіз. Ал енді тағы да қандай әңгіме өрбітсек болады? Жалпы караоке осы, сіз қалай ойлайсыз, жан дауыспен осы караоке айтқан? Жалпы енді медицина саласында ғылымда айтып жатыр ғой, осы ән айту жалпы денсаулыққа өте пайдалы дейді. Өйткені дыханиемен жұмыс істейді, өкпе жұмыс істей бастайды, өкпе тазарады деген шын дейді, енді шыны керек. Сондықтан да құрметті көрермендер, жиі әңгіме өлең айтып тұрыңыздар.
бізге келіп тұрыңыздар, өлең айтуға жиі хабарласыңыздар. Жалпы бұл біріншіден денсаулыққа пайдалы. Енді әлгі денсаулық болса бәрі де болады ғой. Анам марқұм менің не еді, медикеде сол кезде айтатын, мынау ән деген адамның көңілі, қайғы мұң жойылып отырады, ән айтып жүріңдер деп сөйтіп екеуміз өлең айтушы едік анам екеуміз. Мынау дыханияға да, адамның әдемі болып жүргені де, енді өмір болғаннан кейін жақсылық пен жамандық бірге жүреді ғой. Сонда жаңағы қайғыға түсіп кетпеу үшін арасында өлең айтып жүрген дұрыс болады. Өте денсаулыққа да жақсы. Денсаулыққа да пайдалы, жаңа айтып өттік қой. Жалпы енді өлең айтып жүрген адам әрқашанда көңілді жүреді. Ішіндегі барлық мұңын, несін, сырын осы әнмен айтса, адам сонда жаңағы жүйке ауруларына шалдықпайды екен. Сондықтан да үнемі билеп ән салып жүріңіздер, құрметті біздің тыңдаушыларымыз, көрермендеріміз. Ал енді мына жерде тағы да бір жаңадан бізге комментарий жазыпты бір кісі. Күлпараш Алимбетова дейді. Сіздерге көп рахмет, керемет, күшті дейді. Күлпараш ханым, сізге көп рахмет, денсаулығыңыз мықты болсын. Айтатын әніміз көп болсын. Рахмет, Күлпараш тәте. Сізді қатты жақсы көремін, сізді. Өзіңіздің де әудейтініңіз бар. Осы караокеге өлең айтыңыз, аман-есен болыңыз, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Рахмет, Күлпараш ханым. Күлпараш ханымды әнші ғой деймін. Иә, әудейтіні бар о кісінің. Бір күнде Күлпараш ханымды сізді осы жерден көретін болайық. Жаныңыздағы жаңа достарыңызбен немесе жолдасыңызбен келсеңіз болады. Алдын ала бірақ хабарласасыздар, қандай ән ұнайды, соны алдын ала біз айтсаңыздар, біз караокесін жасап, бәрін дайындап қоямыз. Сосын 1-2 сағат бұрын дайындалып, репетиция жасауға болады. Сондықтан да өлең айтуға бізге келуге қорықпаңыздар. Ешқандай қорқынышы жоқ. Ал енді тағы да біздің таңдап алған бір әндеріміздің бірі, барлық осы 2000 жылдан бергі бүкіл енді негізі көше әні болған ғой, Аппақ гүлдер, по-моему, көше әні болды. Кейін осы біздің қазақтың, осы еліміздің эстрада жұлдыздары оны өңдеп, әдемілеп аранжировка жасап, осы шығарған, хит қылған. Енді қазіргі сөзбен айтқан кезде біздің ол жаңағы әнші кім еді? Ақбота Керімбекова әнші болатын. Сондықтан Ақботаға көп рахметіміз айтамыз. Енді керемет сол кездері хит ән болды. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге гүлдей жайнап жүре беріңіздер, ән салып, би-билеп, Аппақ гүлдер сіздердің құрметтеріңізге. Қабыл алыңыздар. Еді өмірім, көріп сені өзгерді, сүйіп сені көңілім, жұлдыздарға теңердім. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қасалап, түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осыным. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қасалап, түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осыным. Гүлім көзің нұрлана, кербет нәзік сезімді, айтқан сөзің ойлана, жаным ыстық сезілді. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қасалап, түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осыным. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қасалап, түсімде де жүрсің ғой,
аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осынып. Сөз таппаймын айтуға, қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер ұсынып. Әрқашанда бір-бірлеріңізге аппақ сөздеріңізді, жылы сөздеріңізді бір-бірімізден аямайық. Жолға қарап жүремін, қара көзде талдыра, сағынышты жүрегім бойды өртеп жандыра. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қасалап. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қасалап. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қасалап. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қасалап. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осынып. Көп рахмет, Динара ханым, дауысыңызға Құдай дерт бермесін, осындай әндеріңіз көп болсын. Сізге де рахмет үлкен. Енді көп рахмет. Айнұр ханым молодец дейді. Никита Остапенко говорит, а сегодня эфир только на казахском, спрашивает. Никита, у нас вот по понедельникам у нас на казахском будет караоке, а в среду 9 вечера, как обычно, на русском. Каждую среду на русском караоке, а в понедельник на казахском. Жанара Кунапияева, көп рахмет, супер поете, говорит, Джейн Резидент. Извините, супер поете, а как можно спеть с вами, говорит. Вы пишите, да, подписывайтесь на наш канал, на караокер. Да, под видео есть описание, туда в комментарии можете оставить или телефон, номера, или можете, или Facebook, да, Facebook, ВКонтакте, в Инстаграме, мы везде есть. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии оставьте и так далее. Так, осымен құрметті көрермендер, біздің өзіміздің межелеген сәтіміз, жарты сағат уақытымыз өтіп кетті. Сондықтан да осы көріп отырған баршаңызға біз алғысымыз шексіз. Бізді көрген бүгінгі кешімізді бірге бөліскен, өткізген. Бізге хабарласыңыздар, Я караокер каналына жазыламыз. Султанова Салтанат KZ менің жеке каналым бар, соған жазылып, қазақша караоке жазылған, қазақ әндеріне жазылған караокелер бар. Соларға дайындалып, өздеріңіздің дауыстарыңызға келетін әндерді таңдап аласыздар, дайындалып бізге хабарлассаңыздар болады.